Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін менің көрсететін лайфхагым қонақ шақырғаннан кейінгі тарелкада көп астар қалады. Соны үнемді түрде орынды көп қажет етпейтіндей қылып тоңазытқышқа қалай сақтайтынды көрсетемін. Ол үшін бізге 5 литрлік бос бөтелке керек. Осыны қазір көрсетеміз. Ол үшін біз 5 литрлік бос бөтелкені маркермен белгілеп, кесетін жерлерімізді белгілеп аламыз. Осыдан кейін бұны кесеміз. Сонымен біз 5 литрлік бөтелкемізді мынандай қиықтарға бөліп алдық. Сонымен қазір орналастырамыз. Осындай тамағымыз. Соның бетіне мынандай 5 литрлік кесілген. Бұлай орналастырамыз. Егер не қылса, тағы тарелкаларыңыз болса, нараға бұлай қоюға болады. Болмаса, мынау соңғы қақпағын бүйтіп жауып қоюға болады. Сонымен, бүгін YouTube арнамдағы лайфхактарым ұнаса, пікір жазып, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай істеп көрсеңіздер болады. Үнемді көп орынды қажет етпейді.